Айт. Арыстанбаев Темірхан Болатұлы. Мен одан кегімді алам. Әсем үшін. Қайғың не екенін түсінсін. Бәрі нормально. Берді сәкім болып қалам. Сен пока айта. Ана бухгалтерияның шаруасын шеш. Қаның екі үлкен бизнесі бар. Ол номер 3-ші ет комбинат және Алатау букмекерлік конторасы. Оның ет комбинаты мемлекет бойынша барлық балалар үйлерін азық-түлікпен қамтамасыз ететін. Оны қалай істейміз сонда? И да вообще, братан. Бұның бәрі бізге неге керек? Или чо? Кек алғыларың келмей ма? 150-200 миллион болады. Әр қайсымызға. Мен келсем. Олай болса, мен де келсем. Не? Осы. Арттан жүрек. Болдың ба ішінде? Жоқ. Темірханды жұмысқа шығарып салам, қарсы алам. Жүрген сол. Немерен бағып отырмаймын ма? Ажырасқанбыз. Ой, Гүлмира. Көркім бар. Тұрмыс етпе. Қалай? Мақтылан? Зачем? Жүрек. Ұстап қалды ғой, менде қазір бәрі бар. Су дейді, су! Тем более жоғарыда камера тұр, палево, қарамайсыз ба жанға? Что там, алдыңдар ма? Да. Қазбек. Эй, Қазбек! Да нормально болады, братан бәрі. Қазір өзің қарап отырсың. Мынаған не болды енді? Көмек керек па? Иә, дөңгелегімнің жел шығып кетті ғой. Бәрінде болып тұрады ғой. Жақсы. Абайлап жүріңіз, Жақсы. Енді келесі кезек Тиянанікі. Иә, тыңдап тұрмын. Алло, Гүлмира Саматқызы, сәлем. Біздің жүйемізде сіздің картаңыз бойынша күдікті белсенділік байқалып отыр. Мен ешқандай перевод жасаған жоқпын. Блокировать етіп тастаңызшы. 31-27. 60 миллион 113 мың теңге. 60 миллионды обналичить ете аласың ба? Бізде ондай уақыт жоқ. Білем. Менде бір таныс жігіт бұрын. Мынандай теманы шешіп береді ол. Отвечаю. Давай, хабарлас. Şu басқа варианттар жоқ па? Сол ботник арқылы переводпен платформаға түсіре аламын. Если бізде факап болатын. Букмекерский контора бола ма? Да? 20-30 адам керек болады. Неге? Ну, не знаю, басқа вариант жоқ жігіттер. Чай, кофе. Жоқ, рахмет. Картаңызда қанша ақша бар еді? Сіздің шотыңызда 13 теңге. Бұрын сіздің шотыңыздан барлық қаражатыңыз белгісіз адамға аударылған. Салам алейкум. Алейкум. Салайсың? Нормально. Амансың ба? Со своей стороны я не обижу. На аккаунттар. Али, балам. Сен неге келмей кеттің маған? Брат, бүгін чемпионат России болады. Саранск пен Тюмень ойнайды. Балалардың бәріне айтасың, П1-ға қойсын деп. Не істеп жатқанды білетін шығарсың. Бүгін мені тонап кетті. В смысле? Түсінбедім. Содан? Сосын бүкіл ақша жоқ болып кетті. Сен не істеп қойғанын білесің бе? Топас! Немене еді? 60 миллион беріп қойып сенің шешеңді аймалайын ба? От души, братуха. Давай, родной. Братан айтты, мына командаға тікпей-ақ қойғыш деп. Гол! 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 Все, жоқ ақша. Букмекерлерден 50 миллион теңге жинап бер. 300 миллион выплата жасауға тура келді. Банкқа 200 миллион қадалдық. Илья! Что-то странно, бля. Дауд, тез келші маған. Гүлмира! Қадері бармайсың, қазір полицияға барамыз.
арыз жазасың. Срочно маған келіп кетші. Сен анау істерін бәрін тастады осы іспен айналшы. Жарайды, жақсы, онда Гүлмира Саматовна. Менімен бірге барайық, ана біздің кабинеттен отырып сөйлесеміз. Здесь 150 лямов. Сняли 300. 150 лям! Қазір бөлсек 37 миллионнан келеді. 37 миллион аз. Маған кемінде 100 керек. Чем больше, тем лучше. Ақша ешқашан артық етпейді. Онда мен де келсем. Бір орыс жігіт келіп тоқтатты, дөңгелек ауыстыруға көмектесті. Біз ресторанда отырған кезде бір жігіттің жағдайы нашар болды. Так, я не понял. Не істеп отырмыз вообще, а? Короче, менде бір идея бар. Давайте көп таракандар мен алады ғой ондай нәрсе. Қойыңдаршы, қайдағы жоқ бір идеяларын пихать етпей. Электронный кабинетке кіреміз да, тендерге қатысатын заявканы алып тастаймыз. Мясокомбинаттың бухгалтерінен көрейік та. Бахрейн бойынша тауардың 20 өтетін болды. Жарайсың. Рахмет. Бахрейннен 100 мың доллар предзаплата керек. Бүгін срочно ақша керек. Сен тырыспа. Жаса лучше. Есімде, я білем, барамыз. Кешікпеш только. Хорошо, ладно. Видеокамералардың записін қарай аламыз ба? Конечно. За обратно. Стоп. Үлкейші мен. Но я думаю, этого хватит. Мынау туралы мүлдем ештеңке жоқ. Өйткені түрі көрінбейді. Сосын көшеден кездейсоқ біреу, я болмаса осылардың бір адамы тонап кетеді әйелді. Мынаны чё түрі таныс? Алдында комитет шыққан, мында келіп, мені разводить етіп. Маған алдында клофелинчестан істерін берші. Сосын, Короче, қаңғырып жүрген біреу ғой ол. Срочно 13-ші детдомға барасың. Здравствуйте. Вишневый сок, пожалуйста. Отырған кісіге автор жасап беріңізші. Менің атымда. Бекер шығындамай қоймыз. Мүмкін мен ұнамай қалдым ба? Жоқ. Қатып қалған қатын екен бе? Былай да подкат жасады, былай да... Сумкасын ұрлау керек. Мне как раз туалет жаққа кетіп бара жатқан сияқты. Че? Я же видел, как ты весь вечер на меня пялилась. Маған тез дәуітті тапшы, тез. Қаражат бөлініп, таралып кетті. Қайда жүрсің? Садатовтың мәселесі шешілді, шеф. Сізге... Бір емес, осы екінші рет қашқақтап қан ішті ғой. Да. Кабинет закрой. Бұның бәрі қате. Кешір. ЭЦП үйінде емес, жұмысында. Столдың жоғарғы тартпасында тұр. Комбинатқа барамыз. Бүгін. В общем, тендер сіздердікі. Нәтижесі ертең белгілі болады. Все, жақсы онда. Мұнаға барып жақсылап жем алайықшы. Тендер шығу керек, шаршадым. Короче, схемасы барамыз. Давай Нурикке звондап көрейік. Давай, хабарлас. Мынауын қатып алған ғой. Таста. Шка, сен бізге свежий керексің. Так что есік жиып ал дұрыстап. Давай еще. Нормально, кел отыр. Қалай? Системасына тіркелген компьютер, либо сеть болса болады, в принципе. Бізбен бірге барасың. Қанат Аманбаев. Детдомда бір қызды өлтіріп, 13 жылға сотталып кеткен. Конечно. Давай, тексерейік.